Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз математика сабағының бірінші сабағын бастаймыз. Тақырыбы заттарды санау. 10-ға дейін санауды үйренесің. Бірінші есепте суреттегі заттарды сана. Неше сөзін пайдаланып, сурет бойынша сұрақтар құрастыр. Ал ендеше балалар, сұрақтарды құрастырып көрейікші. Неше тәрелке үстелдің үстінде тұр? Жауабы 6. Дұрыс, балақай. Келесі сұрағымыз. Неше сан ілініп тұр? 1-ден 10-ға дейін сандар ілініп тұр. Неше шар ілінген? 6 шар ілінген. Балалар, егер бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Нүктелер мен саусақтар қандай сандарды көрсетіп тұр? Осы сандардың жазылуын карточкалардан көрсет. Сандарды тура және кері ретімен ата. Балақай, қане бірге жасап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Енді балалар, осы сандарды кері ретімен атайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Балалар, достарыңмен бөлісіп, лайк басып тіркелуді ұмытпа. Есіңе сақта, цифр санды жазуға арналған таңба, ал сан болса санаудың немесе өлшеудің нәтижесі. Үшінші есепке тоқталайық балалар. Бір затты жасыр, ол реті бойынша нешінші тұрғанын досыңа айт. Қанекей балалар, санап көрейік. Бірінші сұрақ қояйық балалар. Аю нешінші тұр? Аю бірінші тұр. Робот нешінші тұр? Робот екінші тұр. Қызыл машина нешінші тұр? Қызыл машина үшінші тұр. Ал тауық нешінші тұр? Тауық төртінші тұр. Есебін қарап көрейік. Доп нешінші тұр? Доп бірінші тұр. Ұшақ нешінші тұр? Ұшақ екінші тұр. Аю нешінші тұр? Аю үшінші тұр. Күшік нешінші тұр? Күшік төртінші тұр балалар. Осымен біздің үшінші есеп аяқталды. Төртінші есепті бірге шығарайық. Заттарды сана, олардың санын карточкалардан көрсет. Балалар, бізге берілген сандарды бірінші санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша. Енді осыларды карточкалардан сызық бойынша қосып көрсетейін. 1. Тек қана бір ғана нәрсені табайықшы. Я, дұрыс таптыңдар. Бір ғана нәрсе ол бір кубик. Келесі 2. Бізде екі нәрсе ол қонжық пен кубик. Келесі сан 3. 3 нәрсе бізде қараңдар балалар. Доп, кубик және аю. Енді 4-ті табайық. Дұрыс балалар. 4 санын біз доп және шар, аю және кубик 4 затты таптық. Енді 5 затты табайық. Жарайсыңдар. Кубик, доп, аю, шар және зымыран. Тамаша. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпа. Келесі кездескенше балалар, сау болыңдар, сабақтарыңды жақсы оқыңдар.